Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ташкентский чай дайындайтын боламыз. Әрине үй жағдайында. Бұл шайдың ең бірінші тоқтала кететін плюсы ол яғни жалбыз ағзаны жүйке жүйесін тынышталдыруға көмектеседі және де арықтауға да септігін тигізеді. Олай болса, шайымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге апельсин қажет болады, лимон қажет болады, қара және көк шай қажет болады, науат қажет болады және де жалбыз жапырақтары қажет болады. Барлығын алдын ала жуып алыңыздар. Енді шайнегімізге алдымен науатымызды саламыз. Сосын апельсинімізді осылай 3 домалақ етіп 3 бөлікке бөліп салып аламыз. Және лимонды 2 бөлігін осылай 4-ке бөліп саламыз. Жалбызымызды алдын ала жуып, осылай жақсылап қолмен езіп аламыз. Жалбыздың дәмі жақсы шығу үшін. Сосын шайымызды саламыз. Бұл жерде көк және қара шай бар. Сосын қайнаған суымызды үстінен құямыз. 1,5 литр қайнаған су құйдым. Мінекей біздің ташкентский шайымыз дайын болды. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.